Сәлем достар, мен Бақытқазы Таңнұр физика пәні мұғалімі. Бүгін атомдық физика туралы сіздермен сөз тақырыпты қозғайтын боламыз. Ең әуелі біз 8 сыныптағы жылу берудің түрлерімен еске түсірейік. Жылу берудің 3 түрі бар. Ол жылу өткізгіштік, конвекция және сәуле шығару. Біз қайнап жатқан шәугімдегі суды алайықшы. Олар от қойған кезде ақырындап шәйнекпен судың арасындағы өткізгіштік арқылы су жыли бастайды, яғни температурасы көтеріле бастайды. Белгілі бір температураға барғаннан кезінде ол конвекция құбылысы арқылы ішіндегі су молекулалары айналысқа түсе бастайды. Сонымен қатар осы қатты оттың, яғни сәуле шығару нәтижесінде жылулық қозғалыс болғанын байқаймыз. Демек, осы оттың сәуле шығаруы ол жарықтың сәулеленуі болып есептелінеді. Демек, жарық сәулелену дегеніміз не? Жарық сәулелену дегеніміз ол қызған дененің шығарған сәулесі сәулелену деп аталынады. Яғни температурасы төмен, әрқандай жағдайда ол сәуле шығара алады екен. Демек, сәуле шығару дегеніміз қызған дененің сәулелену болатын болса, біз көп жағдайда температурасы жоғарылаған сайын осы жарықтың сәулеленгендігін көре аламыз. Мысал ретінде жанып жатқан от, біздегі жылу батареясы, сонымен қатар біздегі электр шамдары, тағы да басқа біз жарықтың сәулеленгенін көре аламыз. Осы жарықтың сәулеленумен қатар біз жарықтың шағылатынын және жұтылатынын білеміз. Егер жарық толығымен шағылатын болса, ол бізге жарық ретінде көрінеді. Егер де осы денелердегі жарық толығымен жұтылатын болса, яғни ол кезде бізде абсолютті қара дене деген ұғым туады. Демек, абсолютті қара дене дегеніміз не? Ол біздегі жылудың, яғни жылулық сәулеленудің сәуленің әртүрлі жиіліктегі таралған сәуленің әртүрлі жиіліктегі барлығының жұтылуы немесе сәулеленуі ол абсолютті қара дене болады. Біз осы абсолютті қара дененің мысалы ретінде біз бір қорапты алайық. Қорапқа тесік қоятын болсақ, ол қораптағы тесіктің ішінде түге қап-қара болып тұрғанын байқаймыз. Соны абсолютті қара дененің модулы ретінде қарастырайық. Яғни бір дененің саңылау түсірейік. Денеге саңылау түсіретін болсақ, кішкентай ғана саңылау түсірейік. Осы саңылаудан бізге қандай да бір жарық өтсін. Жарық өткен кезде ол қайтадан шағылады, қайтып шағылып, қайтып шағыла береді. Осылай міне сәуленің жолын сызып көрсетейін. Қайтадан бұлай шағылады да, қайтадан төмен түседі. Осылай осы дененің ішінде бұл абсолют қара дененің модулы деп аталады. Бұл осы түскен сәуле, яғни жарық сәулесі толығымен жұтылып кететін болса, онда ол абсолютті қара дене болып аталады. Осы абсолютті қара денеге мысал ретінде біз күнді де қарастырамыз. Күн деп отырғанымыз ол өзімен толықтай сәуле шығарумен қатар өзіне түскен барлық сәулелерді өзіне жұтып алады екен. Осы абсолютті қара денедегі біз температуралардың әртүрлі болуына байланысты біз осы сәулелердің жұтылатындығын және шағылатындығын ескердік. Соған мысал ретінде біз жаздың күні неғұрлым ашық киімдер киюге тырысамыз. Ал қара киім киетін болсақ, бізге ыстықтағанымызды, өте тез ыстықтап кететінімізді білеміз. Демек, бұл түстерге де байланысты, яғни сәулелердің таралу жиілігіне байланысты да біз энергиялардың, яғни сәулелердің жұтылуы байқаймыз. Демек, бізге толығымен энергия жұтылатын болса, температураның артқанын байқаймыз. Демек, сәулелену кезінде ол температураға тікелей байланысты екен. Яғни, сәулелену деп отырғанымыз әртүрлі температурадағы денелердің сәулелене береткен. Яғни, температурасы төмен болса, инфрақызыл сәулелер көрінеді, ал температурасын орташа болатын болса, біз көрінетін жарықтарды байқай аламыз. Ал біз көре алмайтын кейбір сәулелер болады, олар инфрақызыл жаңағы айтып өткендей және ультра күлгін сәулелер болады. Бұл инфрақызыл сәулеге біздің электр пешімізге нан пісіретін духовкаларды қарастыратын болсақ болады. Ол кезде біз ішінен сәуле арқылы біз нандарды пісіре аламыз. Демек, біз осыған жылу бере алдық. Яғни біз осы сәулеленудің жылу болу арқылы біз осының қызғанын көре аламыз. Ал ультра күлгін сәулелерге мысал ретінде
біз дәнекерлеуші сваркалар дейміз, солардың жоғарғы температурада болған кезінде өте қатты жарық, біздің көзіміз шыдап бастайтындай жарықтың пайда болғанын көре аламыз. Тағы да есіме түсті, инфрақызыл сәулелерге біз меңгерушілер, яғни пульттар бізге инфрақызыл сәулелердің күнделікті қолданыстағы мысалы болып табылады. Осы температураға байланысты біздің сәулеленуіміздің әртүрлі тәжірибелер жүргізу арқылы Стефан Больцман заңдары бізде орындалады. Бұны біз келесі сабағымызда айтып түсіндіретін боламыз. Осы сәулеленудің температураға байланысты жаңағы әртүрлі оттардың, мысалға, біз әртүрлі оттың өзегінің басқаша түсте, ақ түсте, одан кейін жалындарының қызыл түсте болғанын, және де біз темірді қыздырған кезімізде бастабында теміріміз қызыл түсті, оны қыздыра беретін болсақ, соңында ақ түске енгенін білеміз. Демек, осы түстердің өзде біздің температураға байланысты сәулеленіп отырады екен. Демек, біз енді қазақта мәтел бар, темірді қызуында соқ деп, яғни темірді балқыту үшін біз қатты қыздырамыз. Демек, балқу температурасына жеткенге дейін оның ағартып отырып, қатты қыздырамыз. Сонымен қатар темірді қатты қыздырған кезде бізге ақ жарықтың пайда болғанын білеміз. Яғни біздегі күнделікті қолданып жүрген шамдарымызды алатын болсақ, ол вольфрам сымының қатты қызуының нәтижесінде бізге ақ жарық беретінін білеміз. Сонымен қатар бізде күнделікті үйдегі қолданылатын оттар болсын, оттар ол бізге тек қана жылулық сәуле бере алады, бізге түгелмен бөлмемізді жарықтандыратындай жарық сәуле бере алмайды. Демек, бұл температураға тығыз байланысты болатынын келесі сабағымызда Стефан Больцман заңдары бойынша графикалық талдаулар жасау арқылы және температураның осы сәулелену қуаттылығына тәуелді екенін сіздерге толығымен түсіндіретін боламыз. Сондықтан да біздің келесі сабағымызды өткізіп алмас үшін арнамызға жазуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.